Жаздай жапқан салаттардың ішінен күздің күні осы баклажаннан жасалған икра салатын ең бірінші кезекте жеп бастаймыз. Қыздар, міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Алдымен барлық көкөністерді видеодағыдай 4 пішті етіп турап бастаймыз. Одан кейін табаны қыздырамыз, сұйық майды құямыз. Пиязды саламыз, қызанақтан салып барлығын араластырып қуырамыз. Одан кейін сәбізді қосамыз, және де ең соңында тәтті болғар бұрышын және де баклажанды салып барлығын араластырып, баяу отта 40 минут пісіреміз. 40 минуттан кейін дәміне қарай қант, тұзын саламыз, 4 сарымсақты үкіштен өткізіп қосып, 15 минуттай осылай араластырып қуырамыз. Банкілерді 150 градусқа пешке 10 минутқа салып аламын, қақпақтарын қайнатамын. Мінекей, енді салаттарымызды біртіндеп құйып шығамыз. Салаттан қалған майлы қазанды мен гипоаллергенді таза оттекті ағартқышты порошогымен жуып аламын. Гипоаллергенді болғандықтан қолыңызға ешқандай да реакция болмайды. Бұл әмбебап порошок. Ыдыс жуғанда, киім жуғанда, тіпті аяқ киімнің әппақ жерлері қарайып кетсе, дәл осы порошокпен жуып тазалап алсаңыздар болады. Рецепті сақтап аламыз, парақшама тіркелуді ұмытпаймыз.